Сәлем бердім баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі жұмсақ болып пісетін кереметтей тәтті тоқаш булочкалардың жасалу жолымен бөлісемін. Видеода көргендеріңіздегідей өте жұмсақ болып піседі, әрі дәмді, үйдегі бар заттармен ғана дайындалады. Булочкаларымызды 3 түрлі формаға келтіріп әзірлейміз. Ең алдымен булочкаларымыздың қамырын илеп дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызды аламыз, жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Міндетті түрде жылы болу қажет. Тұзымызды, шекерімізді, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз бен шекеріміз еру қажет. Араластыра отыра сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластыра отыра електен өткізіп дайындап алған ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың барлығын бірден қоспаңыздар, жайлап қосамыз. Венчикпен араластыру қиын болғандықтан ұн қоса отыра қолыммен илеп алдым. Жұмсақ қып қамыр илейміз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші көрініп отыратын болады. Осылай ұн қоса отыра жұмсақ қып қамырымызды илеп дайындап алдық. Енді бетін жауып, 2-3 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды, өте жұмсақ болады қамырымыз. Қамырларымыздың барлығын жинап, бөліктерге бөліп аламыз. Мен 65 граммнан өлшеп алдым. Қамырларым барлығын, булочкаларымыздың барлығы бірдей болып шығады. Бөліп алған қамырларымызды дөңгелектеп аламыз. Барлығын дөңгелектеп, беті қаяз қалмау үшін майлап, күленкімен жауып қоямыз. 10 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. 10 минуттан кейін өзіміздің қалауымызша формаларға келтіреміз. Мен сіздерге осы 3 түрін көрсетемін. Бірінші 3 қамырымызды осылай ұзынша етіп қойып қоямыз. Жұмсарады. Енді қалған қамырларымызды жайып көрсетемін. Рогалик түріндегін жасаймыз. Қамырымызды жайып аламыз. Пышағымызбен бір шетін тіліп, дөңгелек етіп жинап, видеода көргендеріңіздегідей екінші мәрте тағы көрсетсем осыны. Қамырымызды жайып аламыз. Бір шетін ғана тіліп, пышағымызбен қалған шетін жинап аламыз. Тағы қамырымызды жаямыз. Булочканың көптеген түрлері бар, ол өз қалауларыңызда. Мен осы 3 түрін көрсетіп жатырмын. Қамырымыз жайып алдық, ортасына сұйық май қосамыз. Осы кезде шекер қоссаңыздар да болады. Қамырымыздың бір шетін жинап, осылай бір шетін ғана тілеміз. Болды. Роза гүл сияқты әдемі болып шығады. Дайындап қойған алдын ала қамырымызды ұзынша етіп, жайып аламыз. Өзі бір 5 минутта демалдырсаңыздар, қамырымыз жұмсарып, жайылғанға күшті болады. Осылай бірінің ішіне бірін салып, өрген сияқты қып, осылай булочкаларымызды дайындап аламыз. Екінші түрін тағы көрсетіп жатырмыз сіздерге. Дөңгелек етіп, осылай бірінен кейін бірін өріп, ішіне қарай аламыз. Осылай бетін жауып, 20 минуттай қойдым. Булочкаларымыз көтеріледі. Жұмыртқамызды жағып, мен күнжет септім. Мак сепсеңіздер де болады, өз қалауларыңыз. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міндетті түрде пешімізді қыздырып қоямыз. Осылай әп-әдемі болып пешімізде пісіп шықты. Осымен тәтті тоқаш булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, базарда мүлдем сатып алмайтын боласыздар. Жұмсақ болып піседі. Қараңыздар, қандай жұмсақ. Сіздермен бірге болған таң жарқын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар.
міндетті түрде жауап беремін. Келесі кезекте қандай рецепттер күтесіздер, оны да жаза кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.